Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы Абай мұрасының орыс және өзге тілдерге танылуы. Оқу мақсаттары: Абай Құнанбаевтың өлеңдерінің орыс және басқа тілдерге аударылуы, жарыққа шығуы туралы оқушыларға түсінік беру, оқушылардың тіл байлығын дамыту. Абай мұрасының өзге тілдерге танылуы іс жүзінде 20 ғасырдың бас кезінен басталады. Және де бұл жұмыс ең алдымен орыс тілі арқылы жүзеге асты. 1903 жылы Санкт-Петербургте Ресей біздің отанымыздың географиялық баянатты көп томдық жинақтың 18 кітабында Сидельников берген мақалада Абай қазақ әдебиетіндегі жаңа бағыттың өкілі деген мағлұмат бар. Абайдың Европа қауымына танылуы америкалық жазушы, публицист, саяхатшы Джордж Кеннанның 1891 жылы Лондон мен Нью-Йоркте бір мезгілде ағылшын тілінде басылған «Сібір және сүргін» деген кітабынан басталады. 1936 жылы Абайдың таңдамалы өлеңдерін Рождественский орыс тіліне аударып бастырады. 1940-1945 жылдары Абайдың лирикалары мен поэмаларын халық жазушысы Леонид Сергеевич Соболев орысшаға аударып, Мұхтар Әуезовпен бірге ағартушы ақын деген көлемді кіріспе сөздерін жазып, Мәскеуден шығара бастады. 1995 жылы Абайдың ЮНЕСКО көлемінде өткізілген 150 жылдың тойына да белсене қатысқан осы Альберт Шифлер 2005 жылы Астанада Абайдың 160 жылдығына орай өткен халықаралық конференцияда француз тіліндегі Абай шығармашылығы деген тақырыбында баяндама жасады. Бұдан кейін Абай елінде Абайды аударған Қабай атанған Қытай ғалымы ақын аудармашы Ха Хуанжанның еңбегі зор. Шыққан тегі Қытай сібе болғанымен бірнеше тілді меңгерген. Балалық шағы қазақтар арасында өткендіктен қазақшаны да тәп-тәуір біліп шыққан. 1950 жылы Абайдың Ескендір поэмасын, 1958 жылы Масғұт поэмасын қазақ тілінен Қытай тіліне аударған. Абай даланың көкірек көзі, лүпілдеп соққан жүрегі, халық жанының таразысы, ұлттың символы. Абай поэзиясы шетсіз, шексіз жатқан сұлу әлем. Абайдың кез келген бір жолын орысшаға аударып көріңізші. Аудара алмайсыз деп бағаланған Абай тілі өзге тілге абайша жете ме? Мәселе осында. Сіздерге оқылым тапсырмасы 106 беттегі 1-2 тапсырманы орындаймыз. Оқылым тапсырмасы үйге 107 беттегі кестені толтырыңыздар.